Bilimning kuchi, babamning esi, o'qib ko'r do'stim, qiziq to'la kitobning ishi. Bilimning kuchi. Саламатсыздар балалар. Қалай? Жақсы. Балалар, жұмбақ шешуге дайынсыңдар ма? Мен сендерге жұмбақ жасағым келіп тұр. Иә. Ендеше жұмбақты тыңдайық. Қабат қаттама, ақылың болса аттама. Оның шешуін кім біледі екен? Кітап. Оның шешуі кітап екен балалар. Мынау не менің қолымдағы? Кітаптың көптеген түрлері болады екен балалар. Көрдіңдер ме? Иә. Біздерге кітап үнемі қажет екен балалар. Біз кітаптардан не үйренеміз? Ең бірінші жаңағы әріп үйренеміз балалар, иә? Осы кітаптан әріп үйрену арқылы біздер ары қарай өз білімімізді толықтырып жетілдіреміз балалар, иә? Яғни кітаптан біз білім аламыз, иә? Бізге кітапсыз өмір жоқ балалар. Біздер кітапты оқи білуіміз керек. Кітапты құрметтей білуіміз керек. Кітапты жаңағы жыртып, жерге ластап тастауға болады ма балалар? Болмайды, өте дұрыс. Кітапты біз таза етіп, сөрелерге жинап қоюымыз керек, иә? Ал осы кітаптар қай бұрышта жиналады? Кітап бұрышында. Кітап бұрышында, өте дұрыс балалар. Кітаптар бұрышында көптеген кітаптар жиналады, иә? Ал енді кітаптарда нелер жазылады? Кітаптарды кім жазады балалар? Ақын жазушылар. Өте дұрыс, кітаптарды көптеген ақын жазушылар жазады екен, иә? Ал кітаптарда нелер жазылады? Біз кітаптардан не оқып береміз сендерге үнемі? Ертегі оқып береміз, иә? Тағы көптеген әндер, өлеңдер жазылады екен, иә? Тақпақтар жазылады екен, нақал-мәтелдер болады екен, жұмбақтар шешеміз біздер жасырып, иә балалар? Және де біздің тілімізді жаттықтыру бағытында сіздер үнемі жаңылтпаштар айтамыз, иә? Оның бәрін біз осы көптеген кітаптардан қарап оқимыз, иә балалар? Ал енді кітаптар ертегілерді білесіңдер ме балалар? Сендерге қандай ертегілер ұнайды? Ертегі көресің. Мақтағыз, Шалқан, иә, сосын тағы да алдар бөсе, иә, алдар бөсе. Үнемі не істеп кете береді адамдарды? Иә, алдап жүреді. Кітаптың түрлері көп болады, иә. Ертегілер көп болады. Жануарлар туралы ертегілер көп болады, иә. Қазақ батырлары туралы ертегілер көп болады, иә. Ертегілердің түрлері көп екен. Ал осы ертегілердің ішінде сендерге қай ертегі ұнайды балалар? Бауырсақ ертегісі ұнайды ма? Бауырсақ ертегісінде кімдер болады екен? Кімдер қатысады бауырсақ ертегісіне? Атап берейікші. Бауырсақ. Балалар. Саламат. Балалар, біздер Айризаның ертегісін тыңдайық та. Айриза бауырсақ ертегісін айтамын деді ғой, иә? Кәне, олай болса бастайық, Айриза айтады. Ертек, үш көз жаңа өтекте, әжемен ат алыпты. Ат айтады, әжеге башақ кетті. Қамыр жоқ деді. Кәне, істеп берді. Терезенің бөліп, домалап, алдына қоя шығады. Айтамын ертегі. Бауырсақ, Димаш айтады. Жеме Лисаға өлең айтып берем. Атадан қаштым, әжеден қаштым, қойынан қаштым. Енді мен сенен қашып кеттім. Өте жақсы. Бауырсақ, мен сені жеймін. Жеме Лисаға өлең айтып берем. Атадан қаштым, әжеден қаштым, қойынан қаштым, айымдан қаштым. Енді мен сенен думалап кеттім. Думалап, артынан қасқыр шығады. Айтамын. Бауырсақ, мен сені жеймін. Жеме Лисаға өлең айтып берем. Атадан қаштым, әжеден қаштым, қояннан қаштым, аюдан қаштым, қасқырдан қаштым. Енді мен сені думалап, артынан түлкі шығады. Бауырсақ, мен сені жеймін. Жеме Лисаға өлең айтып берем. Атадан қаштым, әжеден қаштым, қояннан қаштым, аюдан қаштым, түлкіден қаштым. Мен сені істің ятым, морма айтып меніп. Қасымда Айтамын. Мұрнына шығып мен айтамын дейін, қайтадан атамнан да қаштым. Атамдан да қаштым, әжеден қаштым, қояннан қаштым, аюдан да қаштым, қасқырдан қаштым. Енді сенен деп, не істейді? Жеп қояды екен, иә? Балалар, қу түлкі біздің бауырсағымызды жеп қойды, иә? Сіздерге ертегі ұнады ма балалар? Ұнады, өте жақсы. Күннің екі жасында тағы да айтатын боламыз ертегілерімізді. Балалар, біздерге кім келді жаңа? Қонақ апай келді екен. Сендердің ертегілерің өте керемет ұнап қалыпты қонақ апайға. Ертегіні керемет етіп айтып берген екенсіңдер. Ал енді балалар, біздің кітаптарда тағы да көптеген әндер, тақпақтар жазылады екен, иә? Ана туралы тақпақ кім біледі балалар? Аналарымызды жақсы көреміз бе? Иә. Ал енді ендеше анамызға мына тақпақ айтып берейік. Кім айтады? Мен. Сұлтан айта ғой. Жасым жүр жанана, сенде болса баратам, жаттап кетпес баладан. Ой, қандай керемет балалар. Ал тағы кім айтады? Мен. Ал айта ғой Медина. Нәпелесің мен анам қолымда құсында, құпырау үстем алам құсағында қысылмайды. Ой, керемет балалар, сендер керемет қатысыңдар, керемет ертегі айтып бердіңдер, керемет аналарыңызға тақпақ айтып бердіңдер. Әлі де біздер мына кітаптан үйренеріміз көп балалар. Көптеген нәрселерді болашақта үйрене жатамыз, иә? Рахмет балалар сіздерге.